Армысыздар, өмір теңіз арнасының тыңдармандары. Айтылмаған сыр, кейіпкердің хатынан, болған оқиға. Әр адамнан ешкімге айта алмайтын сыр сандығына салып құлыптап қойған құпиясы болатыны анық. Сол сырын ақтарып қоямын ба деп, құрбы достарымен отырғанда мас боп қалудан қорқады. Андамай айтып қоямын ба деп, аузынан шыққан әр сөзін бағып отырады, қиын. Кейде ішімдегі сол бір сырды айтып шығарып тастағым келеді. Сөйтіп айтып қоямын ба деп, қорықпай еркін өмір сүргім келеді. Бірақ айтсам, қызымның өміріне зияны тиме деп тағы да қорқам. Айтып қоям ба, ол айтып қояма, қызым жаман жолға түсіп кетпей ме? Қызым жан жарақатымен қалай өмір сүріп жатыр екен, деген қорқыныштармен бірге ұйықтап бірге келе жатқаныма 15 жылдан асты. Өмірде қорқыныш пен үреймен өмір сүруден артық азап жоқ екен ғой. Біреулер тозақ осы өмірде, тозақ жер бетінде деуші еді. Сыртқа күлімсіреп, іште уайыммен ұзақ жыл жүру сол тозақ емей немене. Сыр іште сақталып тұра берсе де, шірейтін секілді, психологиялық тұрғыда да кері әсер етеді екен. Жаман ойлар қаумалап, өзіме кейде қол жұмсағымда келеді. Сосын көп ойланып, ішімдегі сырды ақтаруды ұйғардым. Әрине, танымайтын адамдарға. Мен жолаушылап алыс қалаларға, облыстарға шыққанда танымайтын көпелес адамға айтам. Сөйтіп біраз уақытқа дейін жеңілдеп жүрем. Кейде пойызда естідім бір әйелдің деп бастап, таныс адамдарыма да өз өмірімдегі мәселені айтып берем. Осылай іштегі шерді шығарып тұрмаса, адам жынды боп кететін шығар. Бірде Қызылордадағы сіңілімнің ұлының үйлену тойына бардым. Көпелес өзім қатарлы әйелге әңгіме арасында сырымды жайып салдым. Ол неге күйеуіңді сотқа бермедің, деп мені кінәлады. Заң алдында жазасын берген дұрыс шығар, бірақ қызым үйден шыға алмай қалар еді ғой. Тым болмаса ағайын туысқа айтып қара бет қылуың керек еді, деді тағы да айыптап. Ал мен қызымның болашағы үшін айта алмадым. Әлі де айта алмаймын. Бірақ ішімдегі ауыр жүкті қағаз бетіне жазып шығарып, күйігім басылса екен деген мақсатта бөгде есіммен жазғанды жөн санадым. Мүмкін сол кезде күйеуімді сотқа бермегенім, шындықты жасырғаным қателігім шығар. Қателігім басқаға сабақ болсын. Әй қайдам, қай ана болса да мен сияқты қызын жаман аттан қорғау үшін жария ете алмайды-ау. Ешкімнің басына салмасын. Күйеуіммен сүйіп-ақ қосылған едім. 2 ұлдан соң араға 6 жыл салып, қыз баланы дүниеге алып келдім. Ағайын туыс арасында құрметті, абыройлы отбасы едік. Мен мектепте жұмыс істеймін. Күйеуім агроном. Психикасы сау адам, жоғары білімді, көрікті. Бірақ ол жаға ұстатар қадамға барды. Өз қызын зорлады. Ол кезде қызым небәрі 10 жаста болатын. Егер біреу айтса, сенбес едім, өз көзіммен көрдім. Сол күні жұмыстан 2 сағат ертелеу қайтқанмын. 2 ұл футбол ойнауға кеткен. Үйге кіргенімде қызымнан мамама айтамын деп жылаған даусын естідім. Жатым бөлмеге аяқ киімімді шешпей жетіп бардым. Өз көзіме өзім сенбедім. Күйеуім қызымнан етегін түріп қинап жатыр. Айқайлап жібердім. Қызым мені көріп бақырып жылады. Күйеуім тысқа атып шықты. Қызымның айтуы бойынша әкесінің бұл қылығы 2-ші рет қайталаныпты. Жылайын десем, көзімнен жас шықпайды. Ешкімге айтпа, деп қызымды көндірдім. 10 жастағы қыз жыныстық қатынастың екенін де білмейді ғой. Ол айтпаймын деп уәде берді. Ертеңіне гинекологқа тексерттім. Ол қызымның бұға дейін бір рет осындай қылық жасаған дегенін растады. Ішім алай-дүлей, аспан жерге төңкеріліп түскендей, не істерімді, кімге айтарымды білмедім. Күйеуім түнделетіп үйге келді. Түк болмағандай, тамақ бар ма, шай қойшы деді. Ашуымның келген ай. Бірақ әлгі тақырыпты қозғасам, ұлдарым естіп түсініп қояды. Сөз ауыздан ауызға көшіп, ағайын туыс естісе масқара боламыз ғой. Ер жетіп қалған ұлым әкесімен төбелесіп жүрсеше. Түнімен ойланып шықтым. Ертеңіне күйеуіме, сотқа берсем түрмеде шірейсің.
Ол жақта педофилдің жағдайының қандай боларын жақсы білерсің. Ағайын туысқа, ауылға қарабет боласың. Одан да ажырасайық, жабулы қазан жабулы күйінде қалсын дедім. Өйткені басқа жол жоқ еді. Мен мұндай еркекпен бірге тұра алмаймын. Қызымды онымен бірге тастап та кете алмаймын. Айтсам сыныптастары қызымды мазақтайды. Әркім қол жаулық еткісі кеп тұрады. Сондықтан да ажырасудан басқа жолды көрмедім. Күйеуім ақымақ емес қой, түрмеде отырғысы келмейді. Ол аяғыма жығылды, кешірім сұрады. Не айтсам да орындайтынын, тек сотқа арызданбауымды, ешкімге айтпауымды өтінді. Үйге таласпайсың, балаларынан бір жолата бас тартасың дедім. Келісті. Ажырасуға келісім берді. Жұрт неге ажырастыңдар десе, мен көзіме шөп салды деп айтатын болдым. Ал күйеуім басқа елді сүйем дейтін боп келістік. Жұрт бұл өтірігімізге сенді ме, сенбеді ме білмеймін. Сот 4 айға созылып кетті. Осы 4 айдың ішінде қызымды қасымнан тастамай жүрдім. Ал әкесінде ұят жоқ. Бұрынғыдай балаларына әке боп жүре берді. 4 айдың ішінде ағайындар бізді ортаға салып, татуластырмақшы да болды. Олар шын мәнінде не үшін ажырасып жатқанымызды білмейді ғой. Әйтпесе менікі дұрыс екенін түсінер еді. Енем мені кінәлады. Кешіре салсаң қайтеді деп жылады да. Өз анам да ажырасуыма қарсы болды. Көрші-қолаң, ұжымдастарым да ажырастырмауға әрекеттенді. Айта алмадым шындықты. Әйтеуір одан ажырасатын күнге де жеттім. Ажырастым да қалаға көшіп кеттім. Ауылдағы 4 бөлмелі үйді үлкен жерімен сатып, қаладан 2 бөлмелі времянка алдым. Ақшама тура келетінін қаланың шетінен әрен таптым. Қалада тұрғанымызбен ауылдың адамдарын базардан жиі көріп қаламын. Бәрі маған кінәлап қарайды. Содан бері 15 шақты жыл өтті. Күйеуім мас кезінде айтып қояма деп әлі күнге дейін қорқам. Қызым жоғары оқу орнын бітіріп, жұмыс істеп жүр. Онымен бұл тақырыпты мүлде қозғамағанмын. Ол әкесін жек көреді. Ескі жараның бетін тырнамайын деп, лажы болса, теледидардан әкесі қызын зорлапты деген жаңалықтар болып жатса, дереу сөндіріп тастаймын. Ұлдың үлкені үйленген. Тойға күйеуім жақтан ешкімді шақырмадым. Балаларым да әкесін іздемейді. Күйеуімнің қазір өз отбасы бар. Екінші әйелі 3 қыз туып берген. Сол қыздарды ойлап кейде уайымдаймын. Мүмкін егер сотқа арызданғанымда ағайын туыс білгенде күйеуіме өзге әйел жоламас па еді деп қоям. Бірақ мен өз қызымды жұрттың өсегінен, сөзінен қорғадым ғой. Сонда да күйеуімнің 3 қызын ойлаймын. Олар педофил әкемен бірге қалай өмір сүріп жатыр екен. Өз қызымның да жайы жақсы емес. Оның жан жарақаты әлі де жазылмаған сияқты. Жігітпен танысудан қашады. Еркек атаулыны жақтырмайды. Сіңілім бірде жасын 25-ке келді, тұрмысқа шық деп еді. Мүлде тұрмысқа шықпаймын, деді қызым. Неге деп сіңілім сұрақтың астына алғанда, қызым жан жарақатын айтып салама деп уайымдап отырдым. Ал қызым, мен солай шештім, еркектерді ұнатпаймын деді де қойды. Содан бері шынымен тұрмысқа шықпай қалса не істеймін деп уайымдап жүрмін. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.